Хей, бәріне сәлем, сіздермен бірге Дәуіт Сұраған лайф арнасына қош келдіңіздер. Бүгін өте қауіпті, бірақ өте жеңіл элемент туралы айтатын боламыз. Бұл элемент өзіміз бәріміз білетіндей, выход на одну дейді ғой, бір жақ қолмен шығу. Мен және туникте сол қолмен шықтым. Себебі оң жақ қолда менде иықта қазір жарақат бар. Менде қазір мына жердегі иықтағы ауру бар ғой. Бұрын иығым ғана ауыратын, жауырын жақ. Сол жауырыннан төменге түсіп, мына жерде бізде бел бар ғой, соған жиын келді. Қазірдің өзінде де менде қолым ауырып тұр. Енді осы элементтің неге сіздерге қауіпті екенін қазір түсіндіріп өтетін боламын. Турникке тартыламыз ғой, сосын мына жақ қолды қоямыз, немесе оң жақ қолды. Сол кезде барлық күш бізде. Мына жерде ұстап тұрамыз, сол жақтың түскен кезде. Қай жақ қолды үстіге көтересіз, сол жақ иыққа өте қатты көп түседі. Бұдан да бөлек бізде түрлі элементтер бар. Мысалға офицерский, одан кейін тағы да не бар еді? Офицерский, былай арт жақпен мінетін офицерский бар. Мұның өзінде де біз былай турникті былай жіберген кезде сол жаққа түседі. Сосын тағы да бір элемент бар еді, осылай жасайтын. Осылай барады да мінетін. Осындай сіздің иығыңызға күш түсіретін элементтер өте шынайдан опасно. 99% адам не істейді? Барады да ешқандай қыздырынусыз барады да турникке мінеді, элементті жасап кетеді. Бұл элемент өте жеңіл, бірақ та бізде барлық күш, бүкіл денедегі күш бір жаққа түскендіктен сол жаққа өте әсерін тигізеді. Жарақаттанбауын алдын алу үшін әрине қыздырыну керек. Тағы да менің досымда тура осындай жағдай болған. Ол да полусиловой жасаймын деп мына жақ қолын жыртып жіберген. Бізде бицепс дейді ма, сөйтіп жыртып жіберген. Ойласаңыздаршы, менікі шүкір енді иыққа кетті. Енді тағы да бір история айтып өтейін. Сол 6-шы сыныптан бері, тарих 6-шы сыныптан бері мен сабақ үстінде осылай қолым ауыр қыдырлап отыратынмын. Сол кезде мұғалімім ұрсатын, ауырса бармайсың ба деп. Сол екінші менде қателік бар, ол мен бармадым. Әлі күнге дейін менде жарақат бар, жазылады деп жүре бергем. Олай жасамаңыз. Өтірік болсын, жаттығу алаңына келесіз ғой. Жаттығу алаңына. Сол кезде иықтарыңызды бастан бастап бізде дене шынықтыруында көрсетеді ғой. Ол енді бір қыздарский, сондай бір жасауға болмайтын дүние сияқты көрінетін еді ғой. Олай емес. Жаттығудың басында әрқашанда разминка жасаңыз, бірден ауырға қарай көшпеңіз, ақырындап жеңілдетіп денеңізді қыздырып, немесе бізде күшті нәрсе бар. Мен қазір енді иығыма травма болғандықтан скакалкамен секірем. Егер скакалка болмаса, енді осылай өтірік болсын секіретін шығарсыздар. Сол скакалкамен секіру керек. Сосын иықты, белді ары қарай түсінікті ғой. Қыздырынатын жерді қыздырына беріп, содан кейін барып бізге шығу керек. Сол айтатыным. Келесі видеода кездескенше